Сәлем, құрметті менің солақай тоқымашыларым. Бүгін сіздерге мен мынадай көбелекті тоқылу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге әдеттегідей түрлі жіптер, негізі 2 түспен тоқысаңыз да болады, болмасам осындай 3 түрлі қылып тоқысаңыз да болады. Ол үшін бізге жіп, крючок, қайшы қажет. Ал жұмысымызды бастаймыз. Жұмысымызды бірінші ортасынан бастаймыз, ортадағы несіне. Ол үшін жіпті қолымызға орап аламыз. Міне крючокты мына жіптің астынан іліп алып, өткізіп, мына жіпті іліп шығарамыз. Мінекей, іліп шығарамыз. Енді осы жерден 3 ілмек ілеміз. 1, 2, 3. Енді крючокты бір іліп алып, крючокқа бір орап алып, столбик тоқимыз. 1 столбик, 2 ілмек ілеміз, тағы да 2 столбик тоқимыз, тағы да 1 столбик, 2 ілмек, 2 столбик тоқимыз, осында 2 столбиктен 16 столбик тоқуымыз керек. 2 ілмек, 2 столбиктен тоқып шығамыз. Солай 16 столбик тоқимыз. Міне, қазір міне 8 столбик болды. 2 ілмек, 2 столбик, 2 ілмек, 2 столбик. Мына жерден қараңыз, шатасып кеттім мен. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 столбик болды. Екеуден 12 столбик болды сонда, Міне 14, 2 ілмек, тағы да 2 столбик тоқимыз. Енді 2 ілмек іліп, бірінші бастаған жерімізбен біріктіреміз. Мына жерден өткізіп, міне 3 ілмек ілдік, сол үшіншісіне іліп алып, жіпті шығарып, мына жіптен өткізіп аламыз. Міне бізде осындай пайда болды. Енді біз мына аркадан бастаймыз. Ол үшін біз мына ілмектен іліп алып, жіпті өткізіп, ешқандай ештеңе істемей былай өткізіп аламыз. Тағы да мына аркаға өткізіп алып шығарамыз. Осы жерден тағы да 3 ілмек ілеміз. Енді 3 столбик тоқуымыз керек. Бірінші столбик, жаңа 3 ілмегіміз бірінші столбик болады. Енді 2 столбик тоқимыз. Енді бұл жерден 3 ілмек іліп аламыз. 3 ілмек іліп алып, сол аркадан тағы да 3 столбик тоқимыз. Міне 1, 2, 3. Енді ешқандай ештеңе істемей, келесі аркадан тоқимыз. Келесі аркадан да бірінші 3 столбик. 3 столбик тоқыдық. Одан 3 ілмек іліп аламыз. Тағы да 3 столбик тоқимыз. Келесі арканы тоқимыз. 1, 2, 3,
3 ilmek ilemiz. Tағы da 3 stolbik toquymiz. Келесі arkadan tағы da 3 stolbik. 3 ilmek. 3 stolbik. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Міне мен айналдырып тоқып шықтым. Енді біріктіреміз. Міне гүлге ұқсайды. Гүлдің несімен өз орнына келеді, қараңыздар. Енді мына жіпті қырқып тастаймыз. Егер бір түсті аппақ көбелек болсын десеңіздер, ары қарай жалғастырып тоқи бересіз. Ал маған мен мына түстен жалғастырып тоқимын. Ол үшін міне екінші жібімізді аламыз. Екінші жібімізді алып, мынадай, міне, мына жерден бастап тоқимын міне. Осы арканың астына өткізіп алып, мына жіпті іліп шығарып, тек міне іліп аламын. Енді жіпті іліп алып, мына бағанағы 3 столбиктің ортасындағы 3 ilmekten тоқимыз міне, мына жерден. 6 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 1 ilmek ilіп аламыз. Тағы да сол аркадан 6 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына столбиктердің ортасындағы неден, кішкентай аркадан біріктіреміз. Ilmek іліп аламыз да, бір не тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз. Енді ары қарай қайттан мына аркадан 6 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 1 ilmek. Ары қарай тағы да 6 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерден біріктіреміз енді. Ары қарай тағы да 6 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek. Тағы да 6 столбик. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Мына жерден біріктіреміз. Осылай мына жерге дейін тоқып шығамыз. Соңына дейін тоқып шығамыз осылай. Міне мен айналдырып тоқып шықтым. Енді мына бастаған жерімізден біріктіріп аяқтаймыз. Мына жерден, мына бастаған жерімізден аяқтаймыз. Біріктіреміз осы жерге. Тіпті өткізіп алып, бүйтіп шығарып, мұны қырқып тастаймыз да. Мына екеуін бір-бірімен байлап аяқтаймыз. Байлап қойыңыз болды. Енді мен мына шеттерін тура осындай ақ қылғым келіп отыр. Сол үшін қайттан ақ жіпті қосамыз. Ол үшін міне кез келген жерден алуымызға болады. Мен мына жерден бастаймын. Міне жаңағыдай жіпті іліп алып өткізіп, осыдан бір ілмек тоқимыз. Бір ілмек іліп аламыз. Ары қарай мына әр столбиктің үстінен бір неден без накида столбик тоқып шығамыз. Міне іліп аламыз. Міне ешқандай накида жоқ. Міне осылай тоқимыз. Мына бағана бір ілмек тоқыдық қой, 6 столбиктің ортасына, ол жерден де тоқимыз. Міне әр столбиктің үстінен бір столбиктен тоқып шығамыз. Без накида. Міне 6 тоқыдық. Енді мына жерде біз бағана бір без накида столбик тоқыдық қой, мына ортадан. Ол жерден тоқымаймыз. Міне мынадан тоқымаймыз, мынадан тоқып кетеміз. Міне көрдіңіздер ғой, ә? Міне әр столбиктің үстінен бір столбик без накида тоқисыздар. Мына бір ілмектен де осылай тоқып кетесіздер. Міне ары қарай жалғастырып тоқимыз. Міне әр столбиктің үстінен бір столбик без накида тоқимыз. Мына жерді тағы көрсетіп кетейін. Мына без накида столбиктің үстінен тоқымаймыз. Келесі столбиктің үстінен тоқып кетеміз. Міне оңай тоқылатын көбелек. Мынау оңай тоқылады, бірақ көрінгенде әдемі көрінеді. Бұны тек мен мысал үшін домашний тапочкаға тақтым, ал сіздер бұны мысал үшін қыздардың шашқа тағатына тақсаңыздар да болады. Немесе көйлектерде брошка ұқсатып тағып қоюға да болады. Повязкалерге қыздардың тағуыңызға болады. Кез келген затқа қолдануыңызға болады. Осылай айналдырып тоқып шығамыз. Столбик без накида. Жерден тоқымаймыз, келесі столбикке өтеміз. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Міне мен соңына келдім. Енді бастаған жерімізден біріктіреміз. Міне
жерден іліп алып былай өткізіп жібімізді қырқып тастаймыз. Енді осы жіпті мына бастаған жібімізбен екеуін байлаймыз. Мына жіпті де өйстіп байлап, бұл астыңғы жағына өтіп қалатын болғаннан кейін көрінбей қалатын артық жіптерді қырқып тастай саламыз былай. Ендігі кезек бізде көбелектің денесін тоқимыз. Міне, бізде қараңыз, қандай әдемі болып шықты. Міне. Енді осыған негізі қара жіптен де тоқсаңыздар болады. Мендегі бар жоғы осы болғаннан кейін осы жіппен тоқып жатырмын. Міне. Енді денесін тоқу үшін бірінші бір ілмек іліп алып, 8 ілмек іліп аламын. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл менде мынау денесі болады. Міне. Мына жерге денесі болады. Енді осыған мынадай мұртшаларын қосам. Мұртшасын қосу үшін тағы да 6 ілмек іліп аламын. 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына ілмектерден столбик тоқимыз. Столбик тоқығанда без накида тоқып шығамыз. Міне, біріншісіне тиіспейміз. Бірінші ілмекке тиіспейміз. Екінші ілмекте міне крючокты өткізіп, мынаны жіпті іліп алып, ешқандай ештеңе істемей, мына жіптен өткізіп аламыз. Міне. 1, 2, 3, 4, 5. Біз бағанда бірінші ілмектен ілген жоқпыз. Мына жағында 5 ілмектен іліп алдық. Енді ары қарай екінші мұртшасын тоқимыз. 2, 3, тағы 5 тоқимыз. 3, 4, 5 ілмек іліп аламыз да, тура жаңағыдай бірінші столбикке тиіспейміз, екінші столбиктен бастаймыз. Міне. Бірден өткізіп аламыз, жіптен тоқымаймыз. Ілмекті іліп алып, екінші ілмектен өткізіп аласында. Міне. Тағы да міне ілмекті іліп аламыз, өткіземіз. Ілмек іліп аламыз, өткіземіз. Енді тура солай мына денесінде тоқып шығамыз. Міне. Әр столбиктен бір ілмектен іліп шығамыз. Міне, қараңыз. Осылай тоқып шығамыз. Міне. Міне соңғысынан да сөйтіп іліп аламыз. Міне. Көбелектің денесі дайын болды. Енді жібіміз ұзындау алып, мына жерде мынамен бірінші бір байлап алайық. Байластырып аламыз. Ары қарай
Мына көбелекті қарасаңыздар, екі жағы екі түрлі. Мынау бізде міне теріс жағы болып есептеледі, ал мынау оң жағы болып есептеледі. Осылай біріктіріп, үстіне мына денесін қойып, жаңағы артық жібімізбен қосып тігіп шығамыз міне. Мынаған біріктіреміз көбелекке қазір. Ол үшін крючокты өткізесіздер, мына жіпті іліп шығара бересіздер кәдімгі тігіс тіккендей. Немесе инемен тіксеңіздер де болады. Міне осындай әдемі көйлек шығады. Енді мына жіпті екеуін бір-бірімен қосып байлап, қырып тастаймыз. Кез келген затқа тағып қолдансаңыздар болады. Көбелек сіздерге ұнаған болса, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет.